Міне мына оюды тігіп болдық. Енді бұл оюдың айналасын қалай кесу керек екенін көрсетемін. Міне мынаны. Бісміллә деп. Мынаның артындағы жіптер көрінбейді. Сондықтан бір жіпті кесіп жіберсеңіз сөгіліп кетуі мүмкін. Сондықтан абайлап кесесіздер. Мына жіпке қатты жақындатпай, бір 2 миллиметрдей қалып кессеңіз қателеспейсіз деп ойлаймын. Өйткені қатты жақындап кесіп жіберсеңіз жіп сөгіліп кетеді. Мынандай қылдырып қатты оюға жақындатпаңыз, міне көріп тұрғаныңыздай. Осылай қиып алсаңыз болады. Қатты жақындатудың қажеті жоқ. Орамалға тіккенде көрінбейді бәрібір. Өйткені мына фатен прозрачный. Мынандай қалдырып, кішкене шетін қалдырып кесе берсеңіз болады. Бірақ оюға қатты жақындатпаңыз. Бір жіп сөгіліп кетсе, ары қарай оюыңыздың бәрі шашырап кетеді. Енді мынаны шашақтары бар жағын артынан кессеңіз де болады. Өйткені олардың да артында жіптер бар, кесіліп кетуі мүмкін. Қолыңыз үйренгенше алшақтап кесе берсеңіз болады. Менің өзім алшақтап кесе берем. Өйткені менің бар еңбегім далаға кетпес үшін. Осылай моншағыңызды сөгіп жібермей, абайлап кессеңіз болады. Міне ою дайын болды. Ешқандай көрінбейді. Сосын орамалға тағамыз. Мына оюды да солай кесіп алайын деп жатырмын. Абайлап, асықпай қиып алсаңыз болады. Қатты жақындатпай қойсаңыз жарайды. Өйткені жібіңіз көрінбейді. Лескімен тіккен кезде вообще көрінбейді жіп. Сондықтан абай болу керек. Мынандай қылдырып кесіп алсаңыз болады.
Арты мынадай. Мындай алсаңыз да тымдағы ұнайды. Осылай нық болып тұрады. Дәл қақ ортасына аламыз. Манекеніңізге тағып аласыз. Мынаны қақ ортасын мынаған келтіресіз. Көріп тұрғаныңыздай осындай келтіріп аласыз әуелі. Я болмаса, манекен болмаса, қазір алып тастайын манекенді. Манекен болмаса, мына ортасына орамалды. Ана қақ ортасын белгілеп алдық қой. Көрініп тұрған шығар сізге де. Обычный ақ жіппен ортасынан бастап мына жерін көз өлшеміңізбен мына жер бірдей болу керек, мына жер бірдей болу керек. Мына жерден бастап міне осылай орамалды көктеп аласыздар қыздар. Обычно сұрап жатады, көктеу деген не деп. Міне осындай оюдың үстінен қатты жақын қылмай алыс-алыс тігіп аласыздар. Артынан қарағанда міне мынандай болып тұрады. Жіптеріңіз үлкен-үлкен қылдырып түйме таққан сияқты кішкене тепшіп тігіп аласыз.
нәтижесінде міне мына суреттер көріп тұрғаныңыздай әдемі орамал шығу керек. Рахмет.